Брат, миллион теңгеге сағат бар, аласың ба? Жағдай зың. Сәлем достар. Сендердің қолдарыңда 1 миллион теңге болса, не алар едіңдер? Money, honey, don't be funny. Қазір ойланып көрейік, 1 миллионға не келеді? Мәселен, 4 сиыр сатып алуға болады, немесе премиум брендтағы көліктің 4 дөңгелегін сатып алуға болады, немесе Rixos отелінде VIP номерда 5 күн демалсаңыз, Oh my! одан бөлек 2 MacBook сатып алуға болады. Бірақ бұның барлығы мына қара қораптың ішіндегі бұл тосын сыймен салыстыруға келмейді. Біз бүгін премиум брендтағы Garmin сағатын қарастыратын боламыз. Ол неге 1 миллион тұрады? Яғни ол осы бағаға лайық па жоқ па? Қазір мен сіздерге айтамын, ендеше бастайық. Қазіргі таңда нарықта қымбат сағаттардың, яғни премиум кластағы сағаттардың түрлері өте көп. Бірақ нақты осы Garmin Mark Captain сағатының қандай ерекшеліктер бар? Біріншіден, менің ойымша, ол оның қандай материалдардан жасалғанына байланысты. Бұл сағаттың корпусы титаннан жасалған, ал бетіндегі әйнегі сапфирдан, ал әйнектің жақтаулары, яғни безелі керамикадан. Бұл тектен тек емес. Себебі бұл сағатты агрессивті ортада пайдалануымыз қажет. Бұл не үшін деп ойлайсыздар ғой? Бұл сағат тек қана өзінің статусыңды көрсету үшін емес, сонымен қатар спортпен де шұғылдануға арналған. Мәселен, сіз суда жүзетін болсаңыз, бұл сағат 100 метр тереңдікке дейін шыдай алады. Сонымен қатар бұл сағатты ерекше ететін, басқа сағаттардың алдында мықтылығын көрсететін ол GPS модулі. Бұл GPS модулі Sony компаниясының арнайы осы сағатқа енгізген құрылғысы болып табылады. Ол 3 түрлі навигациялық жүйемен, яғни GPS, GLONASS және Galileo-мен жұмыс істей алады. Жалпы бұл Garmin сағатының Mark линейкасында 5 түрлі нұсқасы ұсынылған. Соның бірі біздегі Captain, яғни жүзушіге, яхта мен жарысушыларға арналған түрі. Одан бөлек 4 түрлі нұсқасы бар. Оның біріншісі драйвер, яғни автокөлік, автоспортпен айналысатын адамдарға арналған. Екіншісі атлет, яғни жеңіл атлетиканы, жүгіруді жақсы көретін адамдарға арналған. Үшіншісі бұл adventure, яғни саяхаттаушы, альпинистерге арналған нұсқасы. Сонымен қатар соңғысы авиатор нұсқасы, ол өзі аты айтып тұрғандай, тікұшақпен ұшуды жақсы көретін адамдар үшін арналған. Нақты бұл Garmin сағатының Captain линейкасындағы бұл сағат кімге арналған? Аты айтып тұрғандай Captain, яғни капитан, кез келген қазақстандық футбол командасының капитаны емес. Жоқ, болмаса жол патрульдік полициясының капитаны емес. Қателестіңіздер. Бұл Балқаш немесе Каспий теңізіндегі яхтаның капитанына арналған смарт сағат. Джек Воробей, не так ли? Капитан Джек Воробей, мой друг. Ол капитан бұл смарт сағатты қалай пайдаланылады? Бірінші кезекте әрине яхта жарысында. Жарысып бара жатқан кезде сіздің яхтаңыз теңіздің болмаса мұхиттың қай нүктесінде орналасқан, және сіз қандай бағдарда, қай бағытта жүріп келе жатқаныңызды білу үшін оның көмегі сөзсіз. Сонымен қатар алдын ала сізге алдыңызда шығатын дауылдар болатын болса, сізге міндетті түрде хабарлама беретін болады. Жалпы өмірде, күнделікті өмірде бұл сағатты тағып жүрген адамға қандай пайдасы бар? Соны қазір қарастырайық. Яхта, премиум, Балқаш, болмаса дайвинг, яхтада жарысу, бұл әңгімелердің бәрі долларлық миллионерлер, болмаса миллиардерлердің әңгімесі. Бірінші кезекте бұл сағатта жаңа айтып кеткен GPS-тан бөлек көптеген датчиктер бар. Соның біріншісі альтиметр, яғни теңіз деңгейінің биіктігін көрсетеді. Екіншісі ол барометр, яғни атмосфералық қысымды көрсетеді. Сонымен қатар компас, жүрек қағысының көрсеткіші, яғни пульсометр. Одан бөлек бұл сағатта фитнес трекер орналасқан, яғни көптеген жаттығуларды осы сағаттың көмегімен орындай аласыз. Одан бөлек бұл сағатта сіз қаншалықты күнделікті стресс алатыныңызды біле аласыз. Мен де таңғалдым, бірақ бұл датчик қандай критерийлермен өлшенетінін мен біле алмадым, себебі бұл сағатты мен тек қана бір апта ғана пайдаланып жүрмін. Нақты маған келетін болсақ, бұл смарт сағатты мен қалай күнделікті пайдаланамын? Әдетте мен әрине оның сағатын көрем, қандай күн екенін көрем, одан бөлек қанша қадам жүргенді және пульсометрді қолданамын. Енді өкінішке орай мен спортпен айналыспаймын, шоколад жегенді жақсы көремін, бірақ анда-санда футболды да ойнап қоямын, PlayStation-мен.
Шындығына келетін болсақ, бұл смарт сағатты кез келген смарт сағат сияқты смартфонмен байланыстырып, оның бетінен осы смарт сағаттағы датчиктерден алынған мәліметтерді оқуға болады. Мәселен, менің смартфонымда әдеттегі ақпараттардан бөлек ең қызықты және мен таң қалған бір ақпарат. Ол сіздің энергияңыз. Мәселен, бұл жерде мен 100%-дің 31%-ын пайдаланып, тек қана 37% қалды деп отыр. Ол оны қалай анықтайтын әзірше маған белгісіз, алда мен сіздерге айтатын боламын. Төменде комментарийде жазамын. Екінші қызық мәлімет, сіз қанша қабаттыға шығып, қанша қабаттан төмен түстіңіз. Сондай да мәлімет береді екен. Қызық. Үшінші ерекше алынатын мәлімет ол стресс мөлшері. Қалыпты жағдайда сіз қанша минут демаласыз, және де стресстің жоғарғы деңгейі, орта деңгейі және төменгі деңгейін сізге анықтап береді. Смарт сағаттың техникалық сипаттамаларына келсек, оның сапфир әйнегінің мөлшері 240x240 пиксель, ал жадысы 32 гигабайт. Яғни оған көптеген карталарды жүктеп пайдалануға болады. Ең негізгі көрсеткіші ол смарт сағаттың батареясы. Бұл смарт сағат орта есеппен 10-12 күнге сізге қызмет ете алады. Смарт сағаттың бастапқы бетінде циферблаттары, яғни watch face-тары бар. Оны баптауларға кіріп ауыстыруға болады. Яғни бұл жерде циферблаттың электронды, сонымен қатар хронографты түрлері бар. Негізгі мәліметтер осы циферблатта көрсетіледі. Енді негізгі циферблаттан кейін төмен қарай жүрсек, қандай ақпараттарды көре аламыз? Біріншіден, күнтізбе, ауа райы, соңғы жаттығу, музыканы басқару, денсаулық көрсеткіштері, жаттығудың статусы және де пульсометр. Сағаттың сол жағында 3 батырма, ал оң жағында 2 батырма орналасқан. Сол жақтағы үстіңгі батырма экран жарығына жауап береді. Оны бассақ, ол 8 секунд бойы циферблатты жарықтандырып тұрады. Ал егер де оны ұзақ уақыт басып тұрсақ, онда негізгі мәзірге тікелей өтуге болады. Бұл жерде сіз қажетті функцияларды тез арада таңдап пайдалана алатын боласыз. Сол жақтағы ортаңғы батырмаға келсек, ол жоғары деген функцияны атқарады. Ал оны ұзақ уақыт басып тұрсақ, келесі функцияларға өте аламыз. Циферблат, сағат, архив, қазіргі жаттығулар, виджеттер, басқару, тағы да циферблат, датчиктер, карта, музыка, телефон, Wi-Fi, физиологиялық көрсеткіштер, дыбыстық көмекші, пайдаланушы профилі, бақылау, және де түрлі, соның ішінде негізгі навигация және де қосымша баптаулар бар. Сол жақтағы астыңғы батырмаға келетін болсақ, ол төмен деген функцияны атқарады. Ол арқылы да керек функцияларға өтуге болады. Түрлі функцияларға немесе мәзірлерге кірген соң, біз артқа қалай қайтамыз? Ол үшін сағаттың оң жағындағы төменгі батырманы басу керек. Ал егер бұл батырманы ұзақ басып тұрсақ, онда GPS модульді іске қосамыз. Бірер секундтан кейін GPS өзі автоматты түрде қосылатын болады. Енді негізгі бір батырма қалды. Ол капитандарға арналған. Яхтамен жарысу үшін таймер осы жерде орналасқан. Бұл жерде су жарысына арналған, теңіз, мұхитта саяхаттауға арналған барлық функциялар бар. Сонымен қатар бұл жерде қосымша спорт түрлеріне арналған жаттығуларды таңдасаңыз болады. Мысалға, жүгіру, гольф, тау шаңғысы, сноуборд және де сонымен қатар жаңа да басқа спорт түрлеріне арналған жаттығуларды қоссақ болады. Мәселен, жүгіру, велосипед, жүзу, триатлон, кардио жаттығулар, йога, сонымен қатар түрлі жаттығулардың түрлері бар. Смарт сағат болғандықтан ол әрине смартфонмен байланысады. Android не iOS-қа арналған Garmin Connect қосымшасын пайдалана аласыз. Бұл қосымшада барлық негізгі ақпараттарды білуге болады. Мәселен, жүрек қағысы, қаншалықты стресске ұшырадыңыз, сонымен қатар өзіңіздің бойыңыздағы энергия көрсеткіші, қанша қадам жүрдіңіз, неше қабат жоғары немесе төмен түстіңіз. Осындай барлық қажетті ақпараттарды білуге болады. Сонымен достар, қорытындылай келе біз қандай шешімге келдік? Бұл нақты сағат кімге керек? Әрине, спортпен шұғылданатын, спортты жан тәнімен сүйетін бизнесмендерге. Ондай бизнесмендер біздің арамызда жетерлік екені сөзсіз. Әрбір қазақ осындай миллион тұратын сағатты таққанын қалаймыз ба?
әрине қалаймыз. Онда біздің қаз ревью арнамызға жазылыңыздар, тіркеліңіздер, репост жасаңыздар. Келесі кездескенше.